Армысыздар қазақ елі. Баршаларыңызға Алланың разылығы мен тыныштығы болсын. Осы күнді нәсіп еткен Аллама, Тәңіріме, Құдайыма мыңда бір алғыс. Бәрі де жаратушы иеміздің ілімі. Мен қазір айтайын деп отырғаным мына Артемдегі біздің ағарған сатып жатқан қазақтарымызға арналады. Бірде бір жас бала айтады: тәте, айранды, ауылдың айраны қай жерде сатылады білесіз ғой деп қояды маған. Мен тәте болады, тәте болғандықтан бәрін біледі деп отырсын ба? Бар Артемге дедім. Сөйтсем, ой, Артемнің керек емес, ояқтағы айран емес дейді ғой. Енді мен өзім алып ішіп тұратынмын, бірақ сезесің ғой енді. Ауылдың кіма, басқаны кіма, қоспа қосатын біраз біліп тұрмын. Майын алып жеп едім, маргарин жегендей болдым. Осы қазақтарға айтарым, біз суицид бойынша екінші орын алып жатырмыз. Біле білсеңіздер, ол деген үлкен қасірет қой, ол үлкен қасірет. Анам айтатын, ағарғанға су қосып сатқан адам ол екі дүниеде оңбайды деп отыратын. Вообще ағарғанды сатқан адам дұрыс жасамайды дейтін. Кешегі аналарымыз ағарғанды сатпаған, тегін берген. Біз тегін былай тұрсын, оны таза күйінде беремейміз. Су қосамыз, құтқа ұн қосамыз, ақ қосамыз, ананы қосамыз, мынаны қосамыз. Енді ақша керек деп енді Құдайды, Алланы, Тәңірді ұмытуға болмайды ғой. Шын мәнісінде екі дүниеде адамдар жауап беріп жатыр. Кешегі шала оқыған аналарымыз, Құранды ұстамаған аналарымыз, Құдайдан қорқыңдар, екі дүниеде тозақтық боласыңдар деп соны айтып отыр. Сөйтсек, қазір квантовый физика деп қоймай жатыр ғой. Сол кванттық физиканың өзі біздің қазақтың болмысында бар ғой. Құранның өзі біздің қазақтың болмысында, салт дәстүрінде, өмір сүру салтында бәрі айтылып қойған, жазылып қойған. Сіздер не істеп жатсыздар? Төрттілік дейді. Төрттілік деген атау қай ұлтта бар? Сол төрттіліктің иесіне сіздер нағылет келтіріп жатырсыздар. Соны ойлап қойыңыздар. Ойсыл қара, қамбар ата, зеңгі баба, шекшек баба, сол аталарымызды сіздер тіл тигіздіріп жатырсыздар сол аталарға. Екі дүниеміз оңбай жатқаны сондықтан мына ағарғанға қоспа қосып сатқанды қою керек. Әр қазақ өзі ойлансын, не істеп не қойып жүргенін.